Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Исаева Албабек. Ерекше дайындалатын бұл тағамның аты голубцы деп айтылады. Яғни голубцы бірнеше көкөністерден дайындалады. Бүгін біз осы голубцыды капустамен дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер капуста, пияз, тартылған ет, күріш және де банкаға жабылған салат, сұйық май, дәміне қарай тұз және де қара бұрыш, қызыл бұрыш, бульон қажет болады. Бұлар дәміне қарай. Достар, мен сіздерге мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып өтемін. Бірінші кезекте біз капустаның сыртындағы жаман қабықтарын алып аламыз. Келесі кезекте капустаның түбін пышақтың көмегімен ойып аламыз. Қазір сіздерге не себеп екенін айтамын. Яғни бұл капустаның түбін алуымыздың себебі осы капустамыз суға салынғанда тез жібуі үшін, яғни бұл осы капустаның ішіне тез сіңуі үшін. Капустаның түбіндегі қаттылығын пышақпен жақсылап алып аламыз. Содан соң капустамыздың сыртын жуып, қазандағы суға саламыз. Судың мөлшері қазанның жартысындай болуы керек. Одан кейін қазанның крышкасын жауып, жарты сағат қайнатамыз, яғни 30 минут ішінде қайнауы керек бұл капуста. Капустамыз қайнап дайын болам дегенше ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Бірінші кезекте пиязымызды жұқалап, кубиктап турап аламыз. Пиязымыз туралып болғаннан кейін фарштың үстіне саламыз, яғни тартылған еттің. Одан кейін банкаға жабылған бір кесе салатымызды салып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Күрішімізді де жақсылап жуып, осы қоспалардың үстіне қосамыз. Содан кейін дәмдеуіштер қосамыз, яғни тұзымызды, қара бұрыш, қызыл бұрыш және де бульонымызды жақсылап еземіз. Біздегі бульон қатты болады, сол үшін бірінші ұнтақтап алып қосамыз. Одан кейін қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, біздегі фарш осылай араласуы қажет. Достар, біздегі капуста видеода көрсетілгендей дәл осылай қайнауы қажет. Бұрқылдап қайнаған кезде астын жайрақ отта қоясыздар. Мінекей біздің капустамыз уже суға парланып, яғни буланып, жартылай пісті. Ыстық күйінде осылай қолымызды байқап ажыратамыз, яғни капустамыздың жапырақтарын ажыратып аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Келесі кезекте біз голубцымызды жинайтын боламыз. Ол үшін капустамыздың ішіне салмамызды салып, дәл видеода көрсетілгендей 4 бұрыш қылып ораймыз. Достар, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен көмек болып табылады. Видеоны жатса лайк басып қойыңыздар. Мінекей біздің осындай әдемі голубцыларымыз дайын болды. Енді осыны қазанға жинайтын боламыз. Ең алдымен қазанымызды құрғақ күйінде дайындап, үстіне сұйық майымызды құйып, дәл видеода көрсетілгендей осылай голубцыларымызды орналастырып шығамыз. Содан кейін үстіне тұзымызды салып, және де 2 кесе суымызды құямыз. Біздегі су голубцының бетіне шығып кетпеу керек. Яғни голубцының кішкене көп болса жетеді, себебі біздің голубцымыз парланып пісуі үшін. Крышкасын жауып қоямыз. Мінекей достар, біздің голубцымыз осылай өте әдемі болып пісіп жатыр. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығатынына 100% гарантия беремін. Достар, мінекей біздің голубцымыз дайын болды. Енді бізде тек қана жеу ғана қалды. Бізге ас болсын. Видеоны бағалап жіберуді ұмытпаңыздар. Менің YouTube каналымда фастфуд рецепттер де бар. Барлығын описание бөліміне қалдырып өтемін. Фастфудтың ішіне донер, чикен, бургер кіреді.